Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Маринадталған тауық еттерін дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Дайын болған тауық еттеріңізді дәл осылай әсемдеп, қонақтарыңызға тартсаңыздар болады, немесе түскі асқа, кешкі асқа дәл осылай тамақ қып берсеңіздер де болады. Мен бұқтырылған күрішті дәл осылай пісіріп қойдым. Ендігі кезекте маринадталған тауық еттерімізді дайындайтын боламыз. Тауық еттерімізді осылай алып, тұздауыштармен тұздайтын боламыз. Өте қарапайым түрі маринадтаудың. Осылай маринадталып піскен еттеріңіз өте жұмсақ, нәзік болып піседі. Ендігі кезекте қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды қосатын боламыз. Лавр жапырағын тастаймыз, және де оливкие масло қосатын боламыз. Міндетті емес қосу, мен осылай қостым. Ендігі кезекте кетчупымызды қосатын боламыз. Кетчуп жоқ болса, томатный паста қоссаңыздар болады, маңызды емес. Ендігі кезекте майонезімізді қосатын боламыз. Майонезімізді қосып, жақсылап тұзы сіңгенше араластырып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоятын боламыз. 30 минуттан соң қызып тұрған пешімізге салып пісіретін боламыз. Мінекей тағамыз дайын болды. Ас болсын, сіздерді дәл осылай жасап көруді кеңес етемін. Видеом ұнаса лайк қойып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алуа. Келесі көріскенше сау болыңыздар.